Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылында орналасқан Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледжі өңірдегі жетекші кәсіптік білім беру ұйымдарының бірі саналады. 1959 жылы құрылған колледж бүгінде заманауи оқу корпустары, өндірістік шеберханалар, зертханалар мен жадақанамен толық қамтамасыз етілген. Бұл студенттердің теориялық біліммен қатар практикалық дағдыларды меңгеруіне кең мүмкіндік береді. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында колледжде 948 студент білім алуда. Оқу үдерісі мемлекеттік стандарттарға сай ұйымдастырылған. Колледж директоры тарих ғылымдарының кандидаты Айкөзов Сидулла Ибадуллаұлының басшылығымен оқу орнында дуальды оқыту жүйесіне басымдылық беріліп келеді. 8 мамандықтың барлықтары, жұмысшы мамандықтары. Олардың негізгі бағыттары бірінші ауыл шаруашылық бағыты. Бұл жерде ауыл шаруашылық механикаландыру, автомобильдерде қызмет көрсету деген бағыт болады. Екінші бағыт бұл тігінісі және модельдеу деп аталады. Үшінші бағытымыз бұл аспаз және токарлық мамандықтар бойынша білім алады бізде студенттер. Толығымен мемлекет тарапынан мемлекеттік грантпен қамтамасыз етілген. Енді ол студенттердің сабақ үлгеріміне байланысты. Қазіргі таңда колледжде 15 білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Оның ішінде 6 бағдарлама дуальды, 9 бағдарлама модульдік оқыту жүйесімен оқытылады. Дуальды жүйе арқылы 458 студент жергілікті кәсіпорындарда өндірістік тәжірибеден өтуде. Мысалы, қазіргі таңда бізде бірінші курста 427 студент білім алады. Олар 100% стипендия шәкіртақы иегерлері. Себебі олардың сессиясы енді басталады қазір. Содан кейін оның қаншалықты сабақ үлгерімі екені, ол енді олардың сабақ үлгеріміне байланысты болады. Ал енді екінші курста бізде 293 студент білім алады. Оның 76% шәкіртақы иеленген. Сонымен бірге үшінші курста 228 студент білім алады. Оның 82% шәкіртақы иеленген. Соның ішінде 13 студентіміз біздің жоғарғы стипендияға иеленген. Бұлар енді осы қызыл аттестатпен бітіреді деген, дипломмен бітіреді деген осындай жоспарымыз бар. Себебі сол 13 студентімізден бөлік 12 студент, жалпы 25 студентіміз біздің қазір жоғары оқу орнына түсуге ұбт-ға дайындық жүргізіп жатыр. Студенттердің жұмыспен қамту барысы қалай сіздерде былтырғы жылы? Студенттерді жұмыспен қамтуда қазіргі кезде өткен жылы жұмысшы мамандықтар жылы президентіміздің жариялауына байланысты өте үлкен серпіліс берді. Себебі президентіміз жұмысшы мамандықтарының мәртебесіне өте жоғарғы көрсеткіштер көрсетуіне қол жеткізді. Бұл енді арнайы шаралар жоспары құрылды, медиа жоспары құрылды. Мінекей соның нәтижесінде деп ойлаймыз. Қазіргі таңда біздің 2024-25 жылдың қорытындысы бойынша біздің 81% студентіміз жұмыспен қамтылған. Бұл енді өте ынтымақтастық жұмысымыз біздің Сайрам ауданының Мансап орталығымен жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен бірге өткен жылы біздің колледжде аудандық прокуратура, сол кездегі аудан прокуроры Дәулет Демісұлымен бізде меморандум жасастық. Сонда ашық ең алғаш рет біз колледж базасында жұмысшылар жәрмеңкесін ұйымдастырдық. Соған бізге 7 кәсіпорын келді. Оның ішінде ірі кәсіпорын қазіргі таңдағы Ресей рыноктарына, Орта Азия рыноктарына шығып жатқан Кузов Қарабұлақ деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар. Мінекей сол серіктестік біздің ауыл шаруашылығының техникалық қызмет көрсету мамандықтары бойынша 75 студент бітірген болатын. Сол 75 студенттің 32-сін жұмыс қылды. Одан бөлек Арт Болерс деп аталатын Манкентте үлкен котел жасайтын завод не бар, цех бар. Мінекей сол цехта 7 студентіміз сол жерге жұмысқа тұрып жатыр. Онымен бөлек қазіргі таңда Севара деген Севара текстиль деген жауапкершілік шектеулі серіктестік бар. Осы Қарабұлақ елді мекенінде орналасқан. Олар биылғы бітірушілердің ішінен 50 студентке сұраныс беріп отыр. Жалпы жұмысшы мамандықтарына деген сұраныс өте көп.
Колледжде 87 педагог пен өндірістен тартылған шеберлер білім береді. Негізгі мамандықтар қатарында ауыл шаруашылығы, дәнекерлеу ісі, автокөлік жөндеу, тігін өндірісі, құрылыс және жол салу секілді жұмысшы мамандықтар бар. Енді бұған дейін шетелдерге барабатсыз, алдағы уақытта Франция еліне барайын деп жатыр екенсіз. Онда қандай тәжірибелермен бөлісейін деп жатсыздар? Алып келген тәжірибелеріңіз қалай бөлісіп жатсыздар? Қалай жүзеге асырып жатсыздар? Жоспарды айтып берсеңіз. Қанша маман барып жатыр сіздерден шетелге? Тап осы колледжден. Жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына Қазақстанда ең алғашқы 5 қазанда ұйымдастырылған 23 жылғы педагогтар конференциясында осы техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарына 3 нақты мақсат қойған болады. Бірінші мақсат жұмысшы мамандықтарының мәртебесін көтеру. Бұл өткен жыл солай жарияланды. Оның нәтижесінде мынау адал еңбек, маңдай тер, өз кәсібінің шебері әр уақытта сұранысқа ие екендігін көрсете алды. Екінші тапсырма бұл әрбір колледждерде ғылыми зерттеу хабтарын ұйымдастыру деген болатын. Және үшінші тапсырма бұл халықаралық ынтымақтастық. Мен өзім жалпы тәжірибеме сүйене отырып, келген кезде ең бірінші кезекте осы халықаралық ынтымақтастықтан бастағым келді. Неге? Себебі біздің бітіруші студенттеріміз, жалпы Қазақстан бойынша айтайын, бітіруші студенттер, мысалы жұмысшы мамандықтары Европаның да, Шығыстың да, Ресейдің де нарығында өте сұранысқа ие. Себебі әлемдегі экономиканың 80%-ын жұмысшы мамандықтар құрайды. Дәнекерлеушілер, сантехниктер, сылақшылар, құрылысшылар қай уақыт болсын ол тапсырысқа, сұранысқа өте жоғары ие. Әсіресе бұл шетелдерде. Бірақ шетелдерге барған кезде олар өздерінің жаңағы дипломдары ол жақта жарамсыз болып табылады. Сол себептен мен 3 бағытта, шетелмен ынтымақтастықты 3 бағытқа жоспарладым. Бірінші бағыт колледждің мамандықтарын салалық аккредитациядан өткізу. Бұл бойынша колледждің 2 мамандығын таңдап алдым. Оның негізгі себептері бар. Бірінші себебі колледж 2021 жылы жас маман деген бағдарламаға қатысқан. Сөйтіп сол жерде ауыл шаруашылық техникаларын алған. Яғни ауыл шаруашылық техникалары кәдімгі заман талабына сәйкес. Және жас маман қатысқандықтан ол халықаралық салалық аккредитациядан өтуі қажет. Сол себептен осы мамандықты. Және екінші дәнекерлеу ісі деген мамандықты таңдап алдым. Себебі дәнекерлеу ісі мамандығы біздің колледжде базасы, мектебі дейміз ғой. Мектебі жақсы қалыптасқан, жақсы арнайы пән мұғалімдері бар, оқу өндірістік шеберлері бар. Соның нәтижесінде біздің колледжде тарихында тұңғыш рет өткен жылы біз облыстық чемпионатта дәнекерлеу ісі бойынша WorldSkills чемпионатында облыста бірінші орын алдық. Сөйтіп республикалық жарысқа барып, ол жерде медальмен қайтқан болатымыз. Ал биылғы жылы сол студентімізді біз қайтадан шыңдап, дайындап, облыста бірінші орын ие болып, қазір республикада 3-ші орынмен жүлделі қайттық. Түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 85%-ды құрайды. Сонымен қатар оқу ордасында жастар ресурстық орталығы, кәсіпке баулу, психологиялық қолдау орталықтары мен түрлі студенттік ұйымдар белсенді жұмыс жасайды. Жалпы бір құзыреттілік бар, 14 біліктілік бойынша оқу бағдарламаларының барлығы талап реестріне орналастырылған. Сапалық құрам бойынша жалпы бізде колледжімізде бір ғылым кандидаты, 3 магистр, сонымен 1 шебер, 12 зерттеуші, 15 сарапшымыз бар. Осындай құраммен оқытушыларымызбен бірге жұмыс жасаймыз.
жалпы өндірістік базамыз 2018 жыл өзінің іргетасын, алғашқы іргетасын қалады. Бұл жер 2 гектар 10 соттық болып жер төлемі сондай. Бұл жерге негізге мамандықтар бойынша, бұл жерде 8 мамандық бойынша қазіргі таңда шеберхана салынған сол кезде. 2019 жыл 180 колледждің қатарынан неғылып, жас маман жобасы аясында республикалық неге қатыстырған конкурсқа жас маман жобасы аясында біраз техникаларды алдық. Бұл техникалардың ішінде мінеке өздеріңізге көріп отырғанда қазір міне Ессел комбайны өзіміздің Қостанайда сборка жасап жаңадан шыққан комбайн, полиция комбайндары, өзіміздің агрегаттар, трактор, трактор, германский тракторлармен қазіргі таңда бүкіл барлық заманауи тракторлармен, яғни машиналармен жабдықталып отыр. Ұлдархан Уәлиханқызы, Есболат Тұрмаханов, САК ақпараты.